Баршаңызға қайырлы күн. Балаларыңызға үй жағдайында тез дайын болатын пиццаның рецептісін көрсететін боламын. Ол үшін алдын ала жылы суымыздың үстіне қант пен ашытқымызды салып дайындап қоямыз. Одан кейін ұнымыздың үстіне сол сұйықтықты құйып, оның үстіне сұйық майымызды құйып, тұзымызды салып, жақсылап қамыр илейміз. Қамырды көтерілуге қойып қоямыз. Сұйық майдың орнына оливковый маслоны пайдалансаңыздар да болады. Міне осылай дайындап қойып, целлофанға салып, қайтадан қамырды илеген табағымызға саламыз да, бетін жауып, кішкене көтерілгенше 15-20 минуттай немесе жарты сағаттай қойып қоясыздар. Жылы жерге қойып қойсаңыздар, жақсы тез көтерілетін болады. Қамыр көтерілем дегенше мен қызанақтар мен колбасамды турап қойған болатынмын. Сырымды үккіштен өткізіп, ол жері видеоға түсірілмей қалды. Енді міне осылай дайын болған қамырымызды теңде екіге бөлеміз. Оны дөңгелектеп жаямыз, жұп-жұқа етіп противенімізге саламыз. Міне біздің противеніміз, оның үстіне осылай ұнды сеуіп, соның үстіне салатын болсаңыздар, пиццаның қамыры ешқандай жабыспай пісетін болады. Оның үстіне алдын ала дайындап алған соусымызды жағамыз. Менде балалар қызанақпен дайындалған соустарды жемейтін болған соң, кетчуп және майонезді араластырып жасадым. Пештеріңізді алдын ала қыздырып қойыңыздар, прям ең жоғарғы градусқа, менде 270 градус болды, соған қойып қыздырып қойыңыздар. Одан кейін осы тестомыздың үстіне колбасамызды қойып, оның үстіне сырымызды салып, духовкаға, қызып тұрған духовкамызға 2-3 минутқа салып аламыз. Әрі кетсе бір 3-5 минуттың аралығы болады. Міне осындай болып пісіп шығады, тез әрі оңай жасалады. Қамыры да міне өздеріңіз көріп тұрғандай жұмсақ, әрі нәзік, сондай жұп-жұқа болып шығады. Бастысы балаларыңыз риза болады. Жасап көріңіздер.